Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз 6 сыныпта Хақназар хан кезіндегі қазақ хандығының сыртқы саясаты. Зерттеу сұрағы: неліктен Хақназар хан билеген кезеңді қазақ хандығының қайта жаңғыруы деп атайды? Оқу мақсаты: қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау, қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау. Бағалау критерийлері: Хақназар кезіндегі қазақ хандығының жағдайын сипаттайды, Хақназар ханның ішкі және сыртқы саясатының нәтижелерін талдайды. Зерттеу сұрақтары: Хақназар хан тұсында қазақ хандығының территориясында қандай өзгерістер болды? Неліктен Хақназар хан билеген жылдар қазақ хандығының қайта өрлеуі деген атқа ие болды? Келесі балалар, Білімленд платформасынан Хақназар жайлы видео тамашалайық. 1521 жылы Қасым хан қайтыс болған соң, хандық ішіндегі талас тартыстар мен сыртқы шапқыншылықтар қазақ хандығын біршама әлсіретті. 1521 жылы әкесінің орнына хан тағына отырған Мамаш көп замай хандық ішіндегі өзара қырқысу ұрыстарының бірінде қаза табады. Бұдан кейін 1523 жылы таққа Қасым ханның немеренісі Тахир отырады. Бұл кезеңде көрші мемлекеттермен, соның ішінде Моғолстан, Ноғай ордасы және өзбектермен қарым-қатынас шиеленісіп, жағдай қиындай берді. Қазақтар жерлерінің көп бөлігінен айырылып, тек Жетісуда ғана билік құрды. Тахир ханнан кейін жазба деректер бойынша қазақ хандығын бір мезгілде Бұйдаш, Ахмет, Тоғым хандар басқарған. Тарихта 1523-1538 жылдар қазақ хандығының уақытша әлсіреу кезеңі деп саналады. Осы әлсіреу кезеңінде таққа Қасым ханның ұлы Хақназар келді. Кейбір деректерде Ақназар деп те атайды. Хақназар хан қазақ хандығын 42 жыл бойы басқарды. Ол қырғын соғысты болдырмай, мемлекеттер арасындағы дипломатиялық қатынасты шебер пайдалана білді. Бұл оны өзге хандардан ерекшелеп тұрды. 16 ғасырда күшейе түскен орыс мемлекеті шығысқа қарай іргесін кеңейтіп, Қазан, Астрахан хандықтарын басып алып, ендігі кезекте Ноғай ордасына көз тіге бастайды. Бұл кезеңде ішкі талас тартыстан Ноғай ордасы әлсірей бастаған болатын. Бұл жағдайды тиімді пайдаланған Хақназар хан Ноғай ордасының көптеген ұлыстарын өзіне қосып, батыс шекараны Еділ мен Жайық арасына дейін кеңейтті. Дегенмен Моғолстанмен байланыс шиеленіскен күйінде қалып қойды. Өзбектер мен моңғол билеушілері қазақтарға қарсы одақ құрды. Сырдария бойындағы қалалар солардың қолына көшті. Сондай-ақ қазақ жеріне ойраттардың шапқыншылығы жиіледі. Моңғол ханы Абдар Рашид Жетісу мен Ыстықкөлді басып алуға тырысты. Хақназар Бұхар ханы 2-ші Абдаллах пен Ташкент әміршісі Баба Сұлтанның арасында басталған өзара таласты өз мақсатына пайдалануға ұмтылды. Өзбек билеушілеріне кезектесе көмектесе отырып, оларды әлсіретіп, сыр бойындағы қалаларды қайтарып алмақшы болды. Ханның бұл әрекетін сезіп қалған Баба Сұлтан келіссөз жүргізуге келген Жалым Сұлтан мен Хақназардың 2 ұлын өлтіруге бұйрық берді. 1580 жылы Баба Сұлтан жіберген тыңшылардың қолынан Хақназар хан да қаза табады. Хақназар тұсында қазақ хандығы Мәскеумен сауда байланысын орнатып, саяси қарым-қатынас жасады. 1569-1573 жылдары орыс елшілері Семен Мальцев пен Третьяк Чебуков қазақ хандығында болып, Сібір ханы көшімге қарсы әскери одақ құру мәселесін талқылайды. Иван Грозный патша Орал тауына келіп орналасқан ағайынды Страгоновтарға қазақтармен баж салығынсыз сауда жасауға бұйрық береді. Тарихи деректерде Хақназар қазақ пен қырғыз ханы деп аталған. Бұл кезеңде қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы нығая түсті. Хақназар хан 1538-1580 жылдары билік құрып, қазақ хандығын қайта біріктіру саясатын жүргізді. Ол Ноғай ордасындағы ішкі тартысты тиімді пайдаланып, Сарайшық қаласын және сол маңайдағы біраз жерлерді өзіне қосып алды. Моғолстанмен қарым-қатынас шиеленіскен күйінде қалып, шайқастарда көбіне моғол билеушілері басым түсті. Осының салдарынан Хақназар хан Жетісудың біршама жерінен айырылды. Алайда 1570 жылы Жетісудың батыс бөлігі Шу талас өңірі қазақ хандығына қайтарылды. Хақназар хан қазақ хандығымен жауласып
келген Шайбани әулетімен одақтасуға ұмтылды. Бұхар ханы 2-ші Абдаллахпен дос болып, өзара көмектесу жөнінде ант беріп шарт жасасты. 1579 жылы 2-ші Абдаллах пен Ташкент билеушісі Баба Сұлтан арасында билік үшін талас басталды. Хақназар хан бұл таласты да ұтымды пайдаланды. Оларды әлсірету үшін жасырын түрде екеуін де қолдайды. 2-ші Абдаллах өзіне қолдау білдірген Хақназарға Түркістан аймағына жақын бірнеше қаланы сыйға береді. Баба Сұлтан да Түркістан, Сауран қалалары үшін қазақ ханымен таласпайтын болды. Хақназар билік еткен жылдары Ресеймен де жақын қарым-қатынаста болған болатынды. 1569-1570 жылдары орыс елшілері Семен Мальцев және Третьяк Чебуков қазақ хандығында болып қайтты. Хақназар хан тұсында қазақ хандығы Мәскеумен сауда байланыстарын орнатып, саяси қарым-қатынас жасады. Ресеймен қатынас жасауда Хақназар хан әкесі Қасым ханның жолын ұстанды. Қазақ хандығы мен Ресей патшалығы арасындағы қарым-қатынасты орнауына Каспий маңайына Страгоновтардың әулетінің келуі себепші болған. Патша Иван Грозный Страгоновтарға қазақтармен ешбір баж салығынсыз сауда жасауға бұйырған. Сонымен қатар патша Хақназарға жіберген өз елшілеріне Сібір ханы көшімге қарсы әскери одақ құруға тапсырған. Орыс елшілерінің патшаға берген есептерінен қазақ хандығының әскерінің қуаты көп көңіл бөлгендері байқалады. Ал келесі балалар Дарын онлайн платформасынан Хақназар хан туралы тест жұмысын жасап шығайық. Қазір дәптерлеріңді алып, дәптерлеріңе жазып алыңдар. Бірінші сұрақ: Хақназар ханның сыртқы саясаттағы бағытын өзгертуге әсер еткен не? Екінші сұрақ: 1570 жылы қазақ хандығымен одақ жасау үшін келген орыс елшісі кім? 1583 жылы ант беріскен шартты бұзып, Тәуекел хан Өзбек ханынан қайтарып алған қалалар. Төртінші сұрақ: Моғолстан ханы Жетісу мен Ыстық көлдің маңындағы жерлерді басып алу үшін қазақ хандығына қарсы үлкен соғыс бастаған кезең. Келесі: Хақназар хан билеген жылдар. Керей мен Жәнібек хандардың маңына көшіп келген халық саны қанша? Жетінші сұрақ: 16 ғасырдың бірінші жартысында қазақ хандығының күш-қуатын, беделін арттырған, жерін кеңейтуге себеп болған тарихи оқиға. Сегізінші сұрақ: қазақ хандығының құрылған уақыты. Тоғызыншы сұрақ: 16 ғасырдың бірінші жартысындағы Жетісу қазақтардың жағдайын ауырлатқан оқиға. Келесі: қыста көшіп қонған қазақ ауылдары үшін ең қауіптісі не? Осы сұрақтарға балалар жауап беріп, сосын WhatsApp желісі арқылы маған жібересіңдер. Сосын мен кері байланыс жасаймын. Үйге тапсырмалайық балалар. Үйге тапсырма: неліктен Хақназар хан билеген жылдар қазақ хандығының қайта өрлеуі деген атқа ие болды тақырыбында шағын эссе жазып келесіңдер. Назарларыңа рахмет.